мақсаты қалыптастырушы бағалау және аралық бағалау жүргізу түрін әдістемесі меңгеру барысында мұғалімдер өз тәжірибелерді сабақтарда қолдануға ықпал ету. Бағалаудың жақын отыру, басқа адамның не айтып не істеген немесе өзін-өзі бақылау жағдайда дербес ойлауын түсінігін тәртібін мұқият бақылау. Оқуды бақылау – бұл біздің жиынтық бағалауымыз. Оқу үшін бағалау – бұл қалыптастырушы бағалау. Оқуды бағалау – баға қоямыз, сертификаттау, оқу қорытындысын шығару. Ал оқу үшін бағалау – оқушылардың оқуына ықпал ету. Ал қалыптастырушы бағалау түрлері топтық жұмысты бағалау, жеке оқушының топтағы жұмысын бағалау, өзін-өзі бағалау және критериалдық бағалау. Енді барлығымыз видеоға назар аударайық. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгінгі видео бағалауға арналған әдіс тәсілдер мен көптіліктер туралы. Доллармен бағалау әдісі. Бізге мынадай қағаздан жасалған долларлар және копилка керек. Топтық жұмыс үшін шынайы копилка қолдануға, ал жеке жұмыс үшін қағаздан жасалған копилкаларды қолдануға кеңес беремін. Оқушылар әр тапсырмадан алған балдарына қарай долларлар алып, оны өз копилкаларына жинап отырады. Смарт сағат әдісі. Бұл смарт сағаттар әр оқушыға жеке-жеке таратылады. Мұнда көрсетілген қара төртбұрышты жылжыту арқылы оқушы өзін-өзі бағалап отырады. Бағалауға арналған медаль. Бұндай медальдерді жоғарғы сыныптарға да бастаушыларға да қолдануға жарайды. Медальді мұғалім әр тапсырма сайын өзі таратып отырған тиімді. Гитара әдісі. Гитара әдісінде көрсетілген сандар бойымен әр оқушы өз алған балын көрсетіп отырады. Мұны жеке және топтық жұмыста да қолдануға болады. Дәл осылай домбыра түрі де қолданылады. Онда оқушы өзін-өзі бағалайды және астына аты-жөнін жазып қояды. Бағалау парақшалары. Қазіргі кезде бағалау парақшаларының түрлері өте көп. Бағалау парақшасында оқушының аты-жөні, пәні, тапсырмалар саны және жалпы алған балы жазылады. Бұл парақшалар оқушының өзін-өзі бағалауына жеке-жеке таратылып беріледі. Бағалау шкалалары. Бұл бағалау әдісінде бағалар шкала бойымен орналасады. Осындай дөңгелек сызғыштар түрінде немесе ұзын сызғыштар түрінде де қолданыла береді. Лифт бағалау әдісі. Мұнда мынадай лифттің суреті беріледі және берілген сандар этаждарда ассоциацияланады. Оқушылар сандарды жоғары төмен жылжыту арқылы өз бағаларын алады. Бағалауға арналған кестелер. Бұл кестелерде жалпы оқушылардың тізімі жазылады және олардың алған балдары белгіленіп көрсетіліп тұрады. Бұл әдістің тиімділігі оқушылар белсенді түрде қатысады, өйткені мәреге бірінші болып жетуге асығып жарысатын болады. Осыған ұқсас тағы да бір әдіс бәйге. Бұл әдісте де мәреге жетуді көздейді. Электр тогы. Мұнда бағалар электр тогының бойымен орналасады. Бұл да оқушыларды қызықтырудың мақсатында жасалған әдістердің бірі. Оқушылардың аты-жөндері жазылады және оқушылар алған балдардың боян көрсетуіне болады. Бұл парақшада сондай-ақ кері байланыс қоса берілген. Назарларыңызға рахмет. Көрсетілген әдістерді қолданып көріңіздер және пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Жақсы, қалыптастырушы бағалаудан айттық. Енді жиынтық бағалауымыз. Жиынтық бағалау белгілі бір тақырыпты қорытындылау мақсатында орындалады. Мазмұны оқылған материалды қамтуы керек. Жиынтық бағалауда оқушының алған бағасы 90-дық баға болып табылады. Енді әріптестер, сіздердің алдарыңызда A3 формат жатыр, соның біреуіне алып ол ананы жазалады, оқиды, тағы шығарады, сондай бірінші амалындай қосылыстары табады, мәнін жазады деген сияқты осының бәрінің 10 ұпай беріледі.
okuymiz. Figuralarning qay bo'ligi bo'yalgan? O'lchab turga ayt. Yaxshi. 30 minut vaqtimiz bor. Ayy, 8 Uncha yaxshi. 8 qani. Durust ekan. Uncha yaxshi. Yaxshi, ikki shaqadan kelin. Shami. Siz bor. Qay yoshdan aytsiz? Figuralarning qay bo'ligi bo'yalgan? O'lchab turga ayt. Ya. Figuralarning qay bo'ligi bo'yalgan? Bo'yalgan. O'lchab turga ayt. Besting jetsi. Shu Ma, 10ning jetsi. 10ning 7 bo'ligi. Qasdi seriyamiz. Buncha yaxshi. Endi ekstra qilib ma'ni bo'lishi kerak. Yaxshi keladi. Qay yosh qanday keladi? Ya. 4. Ya. Sinip yo'lchi bo'ladi. Qanday bo'ladi? Ikkiga bo'linadi. Ya. Arasmasına tenglikka bo'lingan figuralarni sinip yo'lchi bo'ladi. So'nggi sıraqqa tamam kelaveramiz. Ya. Endi so'nggi nusxa ishchani ya. Bu nusxasini durustmi? Naq javobim bor. Sinip yo'lchi o'ta yaxshi durust kelmoqda. To'g'ri, o'ta yaxshi. Endi o'ta yaxshi barlig'imiz o'ta yaxshi javob bergan ekanmiz. Бүгінгі апалар жаңа біздің үй тапсырмасын тексеру барысында сендер нені байқадыңдар? Нені байқадыңдар? Шеңбер, үшбұрыш және шаршы. Шашты байқадың, олардың барлығын біздің көрсеткенін не көрдіңіз? Фигуралар. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы фигуралар салуы деп аталады екен. Бүгінгі сабақта сіздер фигуралар салуды, олардың бірігу және қиылысу аймағын табатын боласыздар. Барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күн жайын және тақырыбымызды қоямыз. сабағымызда көркем трансформациялауға көбейту кестесін жазамыз. Ал бүгінгі біздің санымыз киелі сан 7 санына келіп тұрған. Енді сол 7 санын математикалық диктант ретінде барлығымыз дәптерімізге орындайық. Жақсы айтып бере ғой. Я бастауыша орындаймыз. 7 бір, я 7. Сосын 7 екі 7 шотпен бір, шотпен орындаймыз. Фигураларды
Периметр мен аудан табады.
аудан ya kiri itu apa itu ya salah ya ya сантиметр міндетті жазамыз. Сантиметр. Басқа оқушылар орнында жеке орында тақтадағы оқушыны тексеріп отырамыз. Сол орындаған. Орындай қой, иә. Орындаймыз. жинаған ұпайлардың саны қанша ұпай алды екен? Бәрі сол ма? Неше алды? Айта қой. Жоқ, балын айта қойшы бірден. Неше ұпай жинады? 10 ұпай. Өте жақсыдан сен? 10 барлығымыз болма, өте керемет. Өте жақсы. Ал 10 ұпай. Ай, Карима 9 ұпай. Себебі бізге бұл тек ақиялы қонаққа дейін қой ма? Иә. Ендеше бүгінгі біздің әдебиет сабағымыз 3А сыныбында. Ағымыз бірге. Ол бақыт құсы. Әр бала бақытты болуға лайықты. Бақыт құсын иеленгілеріңіз келе ме? Ендеше барлығымыз келіп, топқа бөліміз бақыт құсын аламыз. Келіп ойыныздар. Барлығымыз келеміз, барлығымыз топқа бөліміз. Қай топ түсі сол топқа отыра қоямыз. Екі ма отыра бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Ал, отыра қоямыз. Бақыт құсымызды алдық па әрқайсымыз? Болды.
Күн тәртібі азамат келді. Әнекей маған 3 топта бір-бір оқушылар шығып, бүгінгі үй тапсырмалар айтып берсіндер ме? Қой, екінші топта келе қалды. Айғаным, үшінші топ алды. 3 топ береміз. Екінші сыныпта оқитын Досалы үйіне көңілсіз қайтып келді. Шай ішпестен бұрын ол жатып қалды. Апасы бәйек болды. Апасы айтады: Досалы, сен бір жерің ауырып тұр ма? Жоқ. Ендеше неге шай ішпестен бұрын жатып қалдың? Ойланып отырмын, деді. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мен қазақтың ұлы ақыны Ыбырай Алтынсаринмын. Сіздерге тапсырмалар дайындап қойдым. Бақыттысы ертегісін оқып шығыңыздар. Сұрақтарға жауап беру арқылы ертегіні талдаңыздар. Ал оқушылар, қандай ертегі білген бізге? Біз бүгін Ыбырай Алтынсарин атамыздың Бақыт құсы атты ертегісімен танысамыз. Кітабымызды ашамыз, дәптерімізді ашамыз, күннің жанын жазамыз оқушылар. Бүгін қарашаның 27-сі. Üçüncü Ертегіні тез оқып шығыңыздар. Ал сіздер тез ішіңізден оқимыз, іштей оқу. Асықпай тез оқу, түсініп шығамыз. Тек оқымаймыз, түсініп оқимыз. Жақсы оқушылар, оқыңыздар ғой, мен оқуыңызды қояйыншы. Осы ертегіде түсініксіз сөздер бар ма? Сандықша бар ма екен? Бар ма екен, иә? Қандай сөз екен? Қырсыз, сосын қырау түсе бастаған кез, иә? Яғни бұл біздің ертегідегі түсініксіз сөздікпен жұмыс жасаймыз, иә? Яғни қырсыз деген сөз қандай мағынада екен? Қырау түсе бастаған кез? Қарайсыздар. Енді оқушылар, осы ертегіде кейіпкердің аты кім еді? Бала. Әмзе әкесінен нені сұрады? Әмзе Бақыт құсы әкесіне не деді? Әке маған сатып берші дейді. Ал сосын әмзе қандай бала? Әкесі әке ме? Әкесі әке ме Бақыт құсы? Жоқ. Әкелген жоқ, иә? Сонда қалай болды? Біз әмзе ары қарай не істеді? Өзі жолға шықты, әмзея жолаушы болды, ол кез келген адамға жолаушы болды. Болдыңдар ма? Бірінші топ болған екен, тақтаға, тақтаға. Кейін Мадинамен дейсің, иә? Мадинамен отбасының аман болу, еңбек ету керек, дұрыс па екен? Дұрыс жарайсыңдар, үшінші топ. Әмзе, сен еңбекқор болуың керек. Сіздерге қандай сұрақ қойды? Алдай сұрақ қойшы.
тәжірибеңізбен бөліссеңізші дегесін менде ол қалыс қалмай бір-екі ауыз айтқым келіп отыр. Балалардың білгені, тапқан таянғаны, өмірге жанасы жарыққа шығып отырып, барлық жұмысты балалардың бесінен құлшына өздері істеуші. Өзі еңбектен, өз бейнеттен тапқан білімі әрине берік болады. Өмірінше ұмытпайды деп Жүсіпбек Аймауытұлы айтып кеткендей, біз де сол бағытқа жұмыс жасаймыз. Әрине білім сапасын көтерудің бір үлкен көрсеткіші ол бағалау. Сол өркениетке жету үшін жан-жақты дамыған, рухани бай болған өсіру керек. Ол педагог Ушинский бала балық қылған алтын дегендей, жас ұрпақтың бойындағы қабілетін көру, оны жетілдіру, ізденгіштік қасиетін дамыту мұғалімнің сабақ берудегі шеберлігіне байланысты. Әрбір алдыма келген баланың тәрбиесі мен біліміне жауаптымын дей отырып, тәрбие мен білімді қатар жүргізу жолында 31 жыл бойы өз тәжірибемді шыңдап келемін. Және әр оқушының ойлау, сөйлеу, бәсекелерден шығармашылық дағдылар, қабілетін арттыруға бағытталған смарт мақсатты жоспарлауды қарастырамын. Соның ішінде осы орайда бір сабағымды да пайдаланған бір-екі әдіске тоқталып өтейін. Бұл әдіс жақсы нәтиже көрсетті, және де шулап, жаңағыдай шоу сияқты емес, кәдімгі өзі тиянақты, баланың үй тапсырмасын сұрағанда, өткен сабақты пысықтағанда қағаздағы сұрақтар деген әдісті қолданамын. Келе жатқанда балаларды көріп, мәз болып кәдімгідей жақсы бір өзіңді сезімде боласың. Сосын сондай бір балаларды көргенде солардың сабаққа ынтасын жоғалтып алмау үшін оң нәтиже алуға бағытталған әдіс тәсілді қай мұғалімдер қолдануға тырысады. Сондай бір әдісінің бірін бірінші сынып алған қай мұғалімдер осындай әрекетке барып деп ойлаймын. Бұл әліппе кезеңінде балаларды жарыстырып отыр. Жарыстырғанда әрбір алған, әрбір оқыған әріпті өткен кезде ол әріптің оқыған сайын балаға қосымша тапсырмалар беріп соны қолданып қазір зымыран бал қойып отырмыз.